Сәлем достар, қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен баклажан қуыратын боламыз. Ол үшін жуылған баклажандарымызды домалақ етіп кесіп шығамыз. Ыдысымызға су құйып, кесілген баклажандарды сонда саламыз. Баклажандарымызды орташа деңгейде кесіп шығамыз. Қатты жіңішке, я болмаса қатты үлкен қылмаймыз. Кейіннен жуылған таза помидорларымызды бірінен соң бірін дөңгелек етіп кесіп шығамыз. Ендігі кезекте чесногымыздың үстіне майонез, укроп салып, араластырып, соус дайындап қоямыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқа, шамалы тұз салып, баклажандарымызды сол жұмыртқаға былғап, қуырып шығамыз. Баклажандарымыздың бір беті қызарған бойда екінші бетін ауыстырып отырып, қуырып аламыз. Баклажандарымызды толық қызарғанша қуыруды бастаймыз. Қуырылып болған баклажандарымызды салфетка төселген ыдысқа салып отырамыз. Қуырылған баклажандарымыз дайын. Ендігі кезекте баклажандарымызды соусын жағып, помидормен жинақтап шығамыз. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Достар, осындай баклажандарымыз әдемі болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Қонақтарға ұялмай ұсынуға болады. Ас болсын.